Бұл пирогты жеп көрген адам міндетті түрде ұнатады және екінші мәрте дайындағысы келеді. Менің дәл осы жасаған пирогым тіпті шай қайнамай жатып таусылып қалды. Өте керемет, балаларға өте ұнайтын банофи пай тәттісін дайындаймыз. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп алып, үстіне разрыхлитель саламыз. Кейіннен бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Сары май бөлме температурасында жоқ болса, разморозка жасап немесе теркадан өткізіп жасай берсеңіздер болады. Қолмен крошка дайындап аламыз, жақсылап. Одан кейін крошкамыздың үстіне шекер саламыз. Шекердің барлық заттың мөлшерін мен описание қалдыратын боламын. Және де айта кететін жағдай, қыздар, дәл осы песочный тесто кез келген песочный пирогтарға жарай береді. Шекерді таңдаған кезде барынша майдасын таңдаңыздар, өйткені ол іртік-іртік болып ортасында көрініп қалуы мүмкін. Шекерді араластырып жіберіп, үстіне бір жұмыртқа салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамыр баста бірікпеуі мүмкін, бірақ қорықпаңыз, ешқандай су, ештеңе қосудың қажеті жоқ. Дәл осы кезде бір-бірімен осы заттар осылай бірігетін болады. Холодильникке 10-15 минутқа салып аламыз. Сәл қатқанға дейін. Холодильниктен шығарғаннан кейін арнайы формаға салып жайып шығамыз. Бірінші пергамент қағазына жайып алсаңыздар да болады, бірақ жерге жаюға болмайды, өйткені қамыр жабысып қалады жерге. Осылай немесе мен сияқты бірден қалыпқа жаюға болады. Менде бұл жерде 24 сантиметрлік қалып. Үстін тесіп шығамыз міндетті түрде, өйткені бұл піскен кезде өте қатты ісіп шығады. Біреулер үстіне крупада қойып, ауыр зат қойып пісіріп те алады. Не қызып тұрған печкада 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Ыстық күйінде үстіне вареный сгущенка жағамыз. Вареный сгущенка барынша сапалысын алыңыздар, қыздар, дәмдісін. Одан кейін үстіне бананды турап салатын боламыз. Бананды өзіңіздің қалауыңыз бойынша көп, тіптен 2 қатар банан салсаңыздар да болады. Бананды қатты жақсы көретін болсаңыздар, бірақ дәл осының өзі дәмді болып шықты. Үстіне кәдімгі крем чиз, творожный сыр, сахарный пудра және де сливкиді араластырып крем қылып жабамыз. Егер де какаоңыздың құрамы жақсы болатын болса, немесе рахат какао, немесе несквик какао болатын болса, осылай сеуіп шықсаңыз болады, болмаса сеппей қойсаңыздар да болады. Енді кесілген түрін қараңыз. Қыздар, менің арнамда басқа да пирогтардың рецептері өте көп, сондықтан қазақша каналдың дамуына үлес қосып, арнама жазылып алыңыздар. Видео ұнап жатса, комментарий, лайк тастап кетіңіздер.